Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Казмет. Бүгінгі тақырып бізде жеке талшықтары. Біз бастайық. Так, жеке талшықтары жалпы бізде миелинді жеке талшықтары және де миелинсіз жеке талшықтары деп бөлінеді. Жалпы миелин дегеніміз не? Мысал ретінде қаламсаптың жаңағы пастасын алайық, иә? И сол пастасын бізде қаламсаптың өзі қаптап тұрады ғой. Тура солай жеке талшығын осы миелин қаптап тұрады. Яғни миелин жеке талшықтардың бөліктерін жаңағы изоляциялайды, яғни шектейді. Енді миелинсіз жеке талшықтарына келейік. Миелинсіз жеке талшықтарында бізде миелин болмайды. Және де миелин болмағандықтан олар шван жасушаларымен қапталған. Және де бұл жерде қозу ақырындап көрші мембрананың бөліктеріне таралады. Қалай таралады? Мысалы, қозуды ортасына келіп жіберейік. Ол ақырындап, ешқандай секірмей, баяу, екі жаққа бір қалыпты таралады. Бір жерге қозуды бердік па, ол ақырындап екі жаққа таралады. Бұл миелинсіз жеке талшықтары. Енді миелинді жеке талшықтарына келейік. Миелинді жеке талшықтары, олар шван жасушаларынан құралған, миелин қабығымен жабылған осьтік цилиндрден тұрады. Оның 80% бізде липидтен және 20% нәруізден тұрады. Осьтік цилиндрді толығымен жаппайды, яғни үзіліп отырады. Енді осьтік цилиндр деп отырғанымыз мынау. Және де мынау бізде ранве үзіндісі деп аталады. Ал мынау сұрмен боялған, бұл бізде миелин, яғни сұр қабат, бұл бізде жаңағы миелин болып есептелінеді. Енді бұл жерде көріп отырғаныңыздай миелин болғандықтан ранве үзіндісі бар. Міне, ранве үзіндісі, жаңа миелинсіз жаңағы жеке талшықтарында бізде ранве үзіндісі болмады. Ол бізде миелинді жеке талшықтарында болады. Енді осы жерге импульс бізде осы миелин қабығында таралмайды. Сол себепті олар бір ранве үзіндісінен екінші ранве үзіндісі арқылы таралуына тура келеді. Бір ранве үзіндісінен екіншісіне, екіншіден үшінші ранве үзіндісіне таралып, яғни секіру арқылы таралады. Сол себепті бұл жерде миелинсіз жеке талшығының таралуына қарағанда энергия көбірек жұмсалады, яғни секірген үшін бұл жерде энергия көп керек. Енді осындай бір түсінікті деп ойлаймын. Енді миелин, енді ранвенің орнына катилия бізде өте түсінікті. Ұнаса лайк басып, подписки бөліміне басылып, комментарий жазып,